жақта үйінде адам бар ма вообще? Достар. Бәріңе сәлем достар, қалайсыңдар? Бүгінгі видеода біз игроктарға пранк жасайтын боламыз. Мен общем осындай Лилидің скинін киіп алған болатынмын. Енді қазір Ишумаму пишия деп жазамыз. Әрине кейбіреулерінде чат жоқ, сондықтан енді не істейміз енді? Қайын маған айтып жатыр ма? Әлі басқа адамға ма? Мен әлі түсінбей тұрмын. Бақа, давайте біз өзіміз үйлеріне барамыз. Мынау сияқты. Қазынаның үйіне барып көретін боламыз. Текстімізді дайындап алайық. Может, бұда чат жоқ шығар, бірақ дәл осы игрок жаңа ғана го деп жазды. Еще жақта үйінде адам бар ма вообще? Құрсын. Істеп жатыр мыналар. Достар, менің неме даусыма мән бермей қойыңдар. Мынаның чаты жоқ, жоқ бар екен. Жазамыз. Ишумаму пишия деп. Бұлар бір тұтас бір отбасы сияқты. Біз де жазып қояйық атымызды жаққа. Не деп жазып? Лили. И оны осындай түске бояп қоямыз. Вот. Біздің Лилиіміздің шашы осындай фиолетовый. Значит, аты да фиолетовый болу керек. Мен сияқты сүйкімді Лилиді кім асырағысы келмейді? Бәрі асырағысы келеді, солай емес па? Қысқасы былай. Достар, сіздер ойлап атқан шығарсыздар қалай пранк жасаймын деп. Мен, короче, қас тығып бір жерге тығылып қаламыз. Қас сендерге көрсетейін. Ешкім көріп қоймасын. Біздің секреткамызды ешкім білмесін. Біз деген нәршетте басында біз добрый қыз боламыз, айтқанын істейміз. Бірақ кейде біз қорқытатын боламыз. Мынадай скин болып. Қараңдар достар, осындай үлкен қорқынышты, қатты қорқынышты емес, бірақ осылай пранк жасайтын боламыз. Пока что осындай болып жүреміз. Бірақ бізге мама табылмай жатыр, что-то Марго дегендер бір тұтас бір несі сияқты. Отбасы ма? Олар қайықта тұрады екен өзі. Барамыз. Есігін қағамыз. Мама, іздеймін. Не жейдің ал? Ашасың ба есікті? Бұлар бір мысық болып киініп алған ба, құрсын, қара мысық болып. Значит, егер біздің мамамыз осы болса, біздің мысығымыз, біздің мамамыз, біздің мысығымыз. Жоқ, мынау да мысық па? Не дейді мынау? Хэштег нет дейді. Құрсын, біз үміттеніп жатсақ. Давайте мына қызға барайық. Скині норм сияқты. Бұда чат бар ма білмеймін. Достар, жаздым. Бұда чат бар ма білмеймін, бірақ чат бар сияқты. Мамам боласың ба сен? Кеттік құрсын. Мынаған барып көреміз ба? Виктория дейді. Қытай екен. Скині Қытай, аты Украина ма? Бірақ біз украинша білмейміз, тек орысша ғана білеміз. Сол үшін орыстармен ғана. Новый үй болған соң, осындай новый үй шықты ғой. Новый үй шыққан соң бәрі осындай үй қойып алды. Құрсын, бірақ бұл біздің папамыз бола алмайды ау. Құрсын қолында балтасы бар екен, пранк жасаймыз деп өліп қалып жүрмейік, құрсын. A few moments later. Достар, мен новый серверге кірген болатын, басқа ана серверлерден вообще нормальный адам жоқ екен. Мені қызығылғысы келмейді екен ешкім. Сол үшін мына серверде өзімізге мама іздейтін боламыз. Көтеріп алды құрсын. Чат сөйлесе алмаса да, может бұл басқа елден шығар. Мысалы,
орыс емес, қазақ емес. Қазақ болса ше, шетелдік ағылшын болса ше, араб болса ше. Сондықтан бара берейік. Достар, бірақ мына шашым прикольно, қарашы, ұшып тұрған сияқты. Үй қайында екен? Қазір көреміз, қандай үй қояды. Қандай үй қоясың ал? Көрсет маған. Нормал үй қоясың деген ойдамын мен. Болады. Ура, біз үйімізге келдік. Енді біз басында добрый боламыз. Добрый, осындай мейірімді, ақкөңіл, көмектесетін. Сосын кешке қарай уж андай жаман киімімізді киіп алып қорқытатын боламыз оны. Егер кішкентай болса, просто пранк, достар. Уайымдамаңдар. Сосын пранк деп айтам ғой. Мынау менің комнатам ба? Все, түсіндім. Уж айтпаса да түсіндіріп ой, короче. Айтпаса да түсініп атырық, достар, бұны. Мен бөлмемді безендіргім кеп тұрған жоқ, бірақ мен командам қалмасын деп кішкене фиолетовый заттар қояйын деп жатырмын. Мен әзірше ойыннан шығам дейді. Бұда чат жоқ па не? Жоқ. Достар, енді істейміз. Достар, мамамыз бізді тастап кетті. Басқанда мама істейтін боламыз. Мына үйге барып көрейік. Қаз жазайық. Ишу маму. Давай. Не дейді екен ол? Goodbye. Ну, ищи. Я тут чу. Саған айтып жатыр ғой, енді басқа кімге айтамыз? Ой, кетші бар. Біз басқа мама тауып аламыз. Енді күшті бір. Достар, мен жаңа серверге кірген болатын, бірақ мен мына қыз ұстап алған болатын осылай. Мен кірдім, и потом анау секрет, мен де секіремін, сосын айтады, сосын маған мен сені көтерейін дейді, мен көтерді, жарайды. Мені өзінің үйіне келді. Мен түсінбей тұрмын, пока что неге келгенін. Давайте кіріп көрейік. О, үйі әдемі екен. Мені семьяға шақырды. Значит, енді бұл менің мамам, иә? Окей. Так, бөлмелерін көріп шығайық, шынаяқта. Жатын бөлме бар екен, инаяқта. Осындай балаға арналған не. Бұндай қатты кішкентай емес, оған тек осындай кішкентайлар ғана жатады ғой. Міне осындай өпеге орап қойылады. Басқа бөлме жоқ па? Мындай туалет, міне душ. Үй кішкентай болса да әдемі екен енді. Семья болса қақта жүрген көреді екен. Біздің папамыз ба нау? Папа! Так, бірақ маған қызық болып тұрғаны, біз қайда жатамыз? Достар? Мұнда жатамыз ба? Бірақ мұнда біздің мамамыз жататын сияқты. Мамамыздың... Бізге мынандай мысық берді, қараңдар. Мысығымыз өзіміздің үйде ғой. Қалай көтеріп тұр ма? Айтпақшы, маяқта да не? Маяқта да кроват бар екен, бәсе. Біз онда осында жатамыз. Сейфтің жанында еще. Давайте түнде сөйтіп бұрлап кетеміз да. Кушать хочу деп жазып. Бізге тамақ берді. Не? Бізге осындай бургер берген болатын, бірақ бұл біз үшін әлі кішкентай балалар үшін зиян емес па? Шуын қойып бердім, мен қалай аламын? Мен қолымды қараңдаршы, достар. Мен қолым ондай қатты не емес, осындай емес. Қолым созып қалай жеймін? Мына столдың алдына қоймай ма? Қалай жеймін анан? Қалай алып жегенді? Алынбай жатыр. Тута. Неге фрукты бермейді бізге? Так, алайық. Жедік әдем. Менің мұнда ойыншығым бар. Осыны алан мен. Бұл менің ойыншығым. Бізді бұл осындай колесқа салып алды. Қазір біз
Себебі, лақтырып тастан шыққасы қайта емейік. Құрсын, не болып кетіп жатыр өзі? Қайда? Бұма қайда? О, істеді. Ойыншамызды қошақтап аламыз. Болды. Достар, біз енді мамамызбен бірге серуендеп келеміз. Жаңа мамамыз ғой енді не болса да. Лақтыр жай береді. Кім бұл маған? Велосипед. Бізді велосипедке өтіп алды, бірақ достар, менің түрімнен қараңдаршы. Аяқтары аяққа жетпей тұр ғой. Домалаққа жетпей тұр. Аяғым кіп кетті. Мама кішкене енді. Мамамыз бізге көмектесіп жатыр кәдімгідей. Біздің андай ойнайтын жерге келді. Ура! Біз енді мына билеп жатыр ғой. Деген қосып қойып қой мында. Кеттік па? Қайтатын уақыт келді дейді. Біз қайтамыз қазір. Менің велосипед айдағым кәдімгідей өтіп жатыр өзіме. Сіздерді білмеймін. Сендерді білмеймін өтер. Үйімізге келдік. Айтпақшы бізден яқта бассейн бар екен. Оған шомылғым келеді, бірақ бізге түнді күту керек. Түнде қызық болады біз деген тұрамыз да қашып кетеміз далаға. Қазірше айтпай қойайын. Ішті ақ қойық. Ішті қалай жағады? Может, іштен жағатын шығар? Мен іштен жағатын сияқты достар. Қазір не? Дала неге жанбай тұр? Бұл просто отын ба, типа аламыз анаяққа барып жағу үшін. Ұйықтайтын кез келді ма? Мамам қолынан не ұстап алған? Мамамыз қайда кетіп қалды? Анаяққа кетіп қалды, қайқа кетті ма? Давайте ізінен бара берейік. Мамамыз неге мұнда? Өзіне мынандай не желпіп тұр, қатты ыстық па не дала? Ол фотоға түсіп жатыр екен ғой. Құрсын. Ойбай, біздің мамамыз модель екен кәдімгідей. Жоқ, бәріміз тұрып жатыр. Катанамен фотоға түсіп жатыр. Типа баласымен бірге фотосессия ма, типа мен үйге келіп түсті. Есік жауып тастап, мен құлағы қуып жіберген шығар десем. Қорқып кеткен соң сөйтіп. Мен ұйықтаймын деп жаздым. Бірақ біз егер түнде қорқынышты леле болып кетсек, біздің мамамыз семья арқылы қайда екенімізді біледі ғой. Құрсын, бетім көрмей алды, қалай жатыр қойшы. Көрпені полный жауып ағамыз, тек шашымыз ғана көріп тұр. Біздің мамамыз қайда екен айтпақшы. Менде күшті идея бар достар. В общем, мамамыз жаңағы жерге барады ғой. Сол кезде біз носкиімізді киіп алып, сол жерге барамыз. Айтпақшы біз қалай естіміз? Достар, мен семья дегенді алып тастадым, байқаусызда. Біз оның қайда екенін білмей қаламыз ғой. Егер семья дегенді алып тастасақ, қалай білеміз? Бір үйдің алдында отырады. Біздің мамамыз кетіп қала береді. Ештен кетпейді. Қазір біз носкиімізді киіп аламыз. Носкиімізді киіп аламыз да бағанағы жерге барамыз. Блин, атын ұмытып қалдым. Қай үй еді жаңағы? Бағанағы жер. Біз аяқ барамыз, ізіне барамыз мамамыздың. Ол қайттан бізді осы жерге әкеліп тастай береді. Міне. Достар. Достар. Біздің мамамыз бізді көріп қойды. Жоқ. Біздің мамамыз жаңа бізді көріп қойды. Мама, тоқтай тұр, мен дұрыстап түсінбей қалдың сен. Қайда біздің мамамыз? Ане қайда ма? Біздің мамамыз қайда вообще? Мында. Давайте мамамыздан тығыламыз. Бізді көріп қойды ма? Біздің мамамыз что-то біреумен сөйлесіп жатыр.
мынау біздің прикиньте, мынау біздің мамамыздың машинасы болып шықса да. Достар. Достар, мынау мамамыздың машинасы болып шықты да біз мамамыздың машинасының ішіне тығылып қалып мамамызбен бірге кетіп қалғанбыз ғой. Әлде бұл мамамыздікі емес па? Айтыңыздар, неге көрейік? Жоқ, бұл мамамыздікі емес. Мен деген мамамыздікі шығар деп ойлағам, бірақ бұл мамамыздікі емес екен. Бұл біреудің машинасы. Енді біз не істейтінімізді көресіңдер қазір. Типа біз бүйтеміз. Бізді көрмейтін шығар деп ойлаймын. Біз көрді ме? Құлап кетеміз мына жерге құрсын. Қазір киімімізді киіп аламыз да. Қазір сол үйдің алдына шығамыз, басқа жерге телепорт жасай жүреміз. Ей, мамамыз қайда? Жарайды, бола берсін, сонда да шығам. Тоқта. Киіп алайық. Блин, достар. Құрсын, мамамызды іздеп жатып, тура жанымызды. Давай, айда. Достар, мен мамамызды тауылмай қалдым. Қазір іздеп тауып көретін боламыз. Мам екен, а? Осы ғой. Жылаймыз, достар. Мамамыздың жүрегін елжіретіп жіберуіміз керек біз. Аз бұрышта жылайыншы, типа. Ешкімге керек емес. Типа, очень больно деген сияқты. Мамамыздың жүрегін обязательно елжіретіп жіберуіміз керекпіз. Әйтпесе бұл. Достар, видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Сіздермен болған Айкози. Пока-пока. Осы арнаға тіркеліп лайк басып кетіңіздер.